Сәлем достар. Өткен сабақта біз деген дебютті қалай ойнау керек екенін талқыладық. Сарбазды негізгі орталыққа қою керек, ойыншыларды негізгі орталыққа орналастыру керек және патшаны сарайға кіргізу керек. Сонымен сіздер деген өзіңіздің сарбазыңызды негізгі орталыққа қойдыңыз, ойыншыларды негізгі орталыққа жақынырақ орналастырдыңыз және патшаңызды патша қанатына немесе қысқа жаққа сарайға кіргіздіңіз. Енді ары қарай не істеймін деген сұрақ туындайды. Бұл жердегі сіздерге айтарым екі нәрсе. Біріншіден, сіздер патшаға шабуыл жасайсыздар, екіншіден сарбаздарға шабуыл жасауды ұйымдастыруға тырысасыздар. Неге? Өйткені шахматта динамика және шахматта статика деген сөздер бар. Динамика деген сөз ол қимыл қозғалыс дегенді білдіреді, статика деген сөз ол бір орында қозғалмайтын нәрселерді атайды. Әсіресе статиканың құрамына ол деген патша кіреді және көбінесе қозғалмайтын нәрселердің ішіне ол сарбаздар кіреді. Осыған мән беріңіздер. Сарбаздардың 5 түрі болады. Әлсіз сарбаздардың 5 түрі болады. Ол деген қосарланған сарбаздар, бөлініп қалған сарбаздар, содан кейін оқшауланған сарбаздар болады, салбырап тұрған сарбаздар және артта қалған сарбаздар болады. Соған байланысты сіздердің осы нәрсені есіңізде түсіріңіздер. Біріншіден патшаға шабуыл жасау, екіншіден сарбаздарға. Бұл жерде ақтар деген келесі жүріс жасайды. Б3 деп дейді. Неге Б3? Себебі, егер де оларды пілді Ж5-ке апаратын болса, бұл жерде ат тұр, піл тұр және уәзір тұр. Бұл жерде үшеуін жалпы қорғанысын бұзып өтуге ешқандай мүмкіндігі жоқ. Б3, қарсылас деген С6-ға барады, ақтар деген піл Б2 барады. Көрдіңіздер ме? Біріншіден уәзір алдында тұр, піл артында тұр. Пілді Б2-ке барамыз, пілмен Б2-ке барған кезде уәзір алдында тұрады, піл артында тұрады. Бұл өткен сабақтарда айтқандай батарея өстен. Батареяның екі түрі болады. Уәзір алдында тұрады, ойыншы артында тұрады, немесе ойыншы алдында тұрады, ал уәзір артында тұрады. Қарсылас деген піл F8 дейді. Піл F8. Ол біріншіден мына Ж7-дегі торды бақылауға алады. Енді біз деген келесі жағдайды ойластыру керекпіз. Біз деген барынша қысуға тырысу керекпіз. Қарсыластың аумағын басып алуға және қарсыластың аумағына кіруге және кеңістікті басып алуға тырысу керекпіз. Өйткені қарсылас деген қысылып қалу керек соның ішінде. Атты негізгі орталыққа қоямыз. Ат D5. Сонымен қарсыластың аты Ж4-ке барады. Ж4-ке барған кезде бұл ат деген біздің аумағымызға кіреді. Мен сіздерге өткен сабақтарда айтқандай 1, 2, 3, 4 бұл деген ақтардың жағы. Біз бұны біздің өзіміздің аумағымыздан қуамыз. H3 деп айтамыз. Жоқ, ат деген біздің аумағымыздан аулақ жүр деп. Енді қарсылас деген пілмен D5-тегі атты жейді. Бұлай жейді, жегеннен кейін біз деген бұлай жейміз. Содан кейін бұл жердегі ат деген өз орнына қайтып барады. Ат F6. Бұл жерде айта кететін жағдай сіздерге айырбастауға ерекше көңіл аударыңыздар. Айырбастау барысында сіздің жағдайыңыз не жақсарады, не қиындайды. Бұл жердегі айта кететін жағдай біздің өзіміздің ақ піліміз бар, ал қарсыласта бұндай піл жоқ. Сол себепті біз деген өзіміздің піліміздің артықшылығын пайдалануға тырысамыз. Аламызда пілмен Б5-ке жүреміз. Біріншіден мына E8-дегі тураға шабуыл жасаймыз және ашық тік жол үшін күресті бастаймыз. Қарсылас деген мынаны жейді, мына тураны жейді, мына тураны жегеннен кейін біз мына турамен былай жейміз. Бұны жегеннен кейін қараңыздар. Біздің біріншіден ашық тік жолды басып алдық. Мына ашық тік жолды басып алдық. Және осы артықшылық және өзіміздің мына піліміздің басымдылығын және өзінің артықшылықтығын пайдалануға тырысамыз. Қарсылас деген А6 деп жүреді. А6 біз деген пілімізді D3-ке қоямыз. Ұмытпаңыздар, пілдің бір ерекшелігі ол екі қанатта ойнағанды жақсы көреді. Көрдіңіздер ме? Мынау жерде мысалы патша қанаты болатын болса, E, F, G, H бұл деген патша қанаты болатын болса, A, B, C, D бұл деген уәзір қанаты. Сол себепті ол деген патша қанатына қарап тұр және уәзір қанатына қарап тұр. Соған байланысты бұл деген піліміз біздің өте жақсы орналасқан. Қарсылас деген уәзірді D7-ге барады. Енді осы сабақтың басында айтып өткендей, сіздер деген қара патшаға шабуылды тез арада ұйымдастыруға тырысыңыздар. Уәзір H4-ке барады. Уәзір H4-ке. Бұның ең басты мақсаты неде? Пілмен мына F6-дағы қорғаушының көзін жойғаннан кейін мына уәзірмен H7-дегі торға кіру. Әрине бұны қаралар көреді де H6 деп жүреді. H6. Енді біз деген атақты Франсуа Андре Даникан Филидордың ережесіне сәйкес турамызды үшінші қатарға қоямыз.
Даникан Филидор айтқандай, 3-ші және 6-ші қатар тураға ерекше жақсы орналасқан жерлер. Патша H8-ге барады, патша H8-ге барады. Біз өзіміздің турамыз жақындатамыз. Егер де байқасаңыздар, уәзір, тура, піл және мына піл барлығы деген патша қанатына шабуыл жасауға дайындалып жатыр. Қаралар деген атпен артқа қарай шегінеді G8-ге. Енді біз деген өзіміздің шабуылымызды, өзіміздің қысымызды үдетеміз. Уәзірді H5-ге барамыз. Уәзірмен H5-ге барған кезде мына F7-дегі торға шабуыл жасаймыз. Бұл жерге тек қана уәзір ғана емес, бұл жерге тағы да тура да шабуыл жасап тұр. Қарсылас деген F6-ға барады, атты F6-ға барады. Енді бұл атты көбінесе қорғаушы дейді, өрт сөндіруші дейді, өте маңызды қорғаушы дейді. Осы қорғаушының көзін жоюға тырысамыз. Мына турамен F6-да аттың көзін жоямыз. Ол деген тура F6, G7-дегі тура F6-ны жейді, бұлай жейді. Жегеннен кейін мен сіздерге осы сабақтың басында айтқандай қосарланған сарбаздар және бөлініп қалған сарбаздар. Енді біз деген F6-ға шақ дейміз. F6-ға шақ, патша деген бұлай жүреді және F5-ке жүреміз. Осымен ойын аяқталды. Неге? Өйткені қазір қарсылас деген уәзір G4-ке барады да, осымен қарсылас деген қаралардың патшасына мат қойылады. Сонымен осы сабақтың түйіндейтін болсақ, міндетті түрде патшаға шабуыл жасайсыздар және міндетті түрде сарбаздарға шабуыл жасайсыздар. Үй тапсырмасы ретінде дебюттен кейін, ойынның басынан кейін не істеу керек екенін берем. Міндетті түрде естеріңізге салыңыздар. Патшаға шабуыл жасау және сарбазға шабуыл жасау болып саналады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау, сәлемет болыңыздар.